Сурет салу әр адамның қолынан келеді. Бейнелеу өнерінде жүрекпен, тазалықпен және әдемілікпен салып шығамыз. Сол үшін қағаз, қарындаш және ынталарыңыз болу керек. Мен Қайранбаев Бақтияр, шеберханаға қош келдіңіздер. Бірінші сабағымыз геометриялық фигурадан құралған. Ең басты мақсаты үш бұрышты біз салу үшін ең мына астыңғы біздің полымыз бар. Осы полды біз бірінші перспектива ретінде салып шығуымыз керек. Бұның орталығында осевая линияларымыз бар. Осы осевая линияларды сыза отырып, біздің мына орталықтағы дүниеміз шығады. Бұл орталықты біз міне сыза бастаған кезде мына перспективны мынаған ортадағы осевая линияны тастаймыз. Енді басты мақсат біздің мына перспектива арқылы біз мына нүктелерімізді тауып қоямыз. Мысалы ретінде осы нүктені қойылғанда негізгі ең дұрыс нәрсе, өйткені бұл көз мөлшерімізбен біз қаншалықты размерді келтіріп отырғанымызды көреміз. Және мына жерде үшбұрыштың мына екі жағында салыстырып отырмыз керек. Бұл жерде бізде уже пропорция арқылы біз мына бетімен және мына бетін бір қалыпты ұстағанымызды білдіртеміз. Одан кейінгісі біздің пропорция деген тақырыбымызда мына үшбұрыштың негізгі мәселесінде бір тал келеді. Бұл енді біздің үшбұрышымыз мына точкаға келеді. Мынау екінші жаққа келеді, мынау үшінші жаққа келеді. Және бұл жерде көрінбейтін линиямыз ол арғы бұрышта мына точкаға келіп тоқтады. Енді біздің бұл жерде біз осы сызықтар сызу арқылы біз әр дүниені мына 3D арқылы да көре алатынымызды біз көрсетуіміз керек. Мысалы, мына бетті көріп отырып, біз арғы бетті де сезіп отырмыз керек. Сол моментте біздің уже мына үш бұрышымызды біз бір жинастырып алдық. Негізгі мәселеде енді мына сурет пәнінде 4 сызық бар. Мысалы, мына жерде қат сызық қойайын. Одан кейінгісі ол кішкене ашықтау түрге келе береді. Сурет пәнінде 4 сызықтан құралады. Мынау қатты сызатын сызығымыз, бұл біздің теновой жақтары. Екіншісі кішкене ашықтау келгені, бұл блик. Үшіншісі одан ағара бастайды, бұл күн жаққа жақындай бастайды. Төртіншісі одан ақ болады. Сол сәтте біздің мына плановость деген тақырыбымыз бар. Мысалы, біздің мынау алда тұрғандықтан, мынау бізде кішкене қаттырақ сызылады. Өйткені біздің мына линия арқылы біз осыны өзімізге жақында екенімізді көрсетуіміз керек. Одан кейінгі екінші сызықпен сызған кезде бұл ақырындап мына жері қатты сызылып келе жатып, ақырындап плавно ана линияға қарай кетеді. Сол сәтте біз бұның мына бұрыштың бізге жақын екендігін біз сездіртеміз. Ендігі мәселе мына линия сәл ақырындап басылады, өйткені бұл общий геометрия фигура ретінде бұл бізге көрініп тұру керек. Сол сәтте міне. Енді біздің бұл жерде ақырындап теновой жақтарын іздене бастаймыз. Мысалы, біз светті мына бетінен беретін болсақ, бізге ең ыңғайлы жағы мына жағы болып тұр күннен. Сонда мына штрихты тастаған кезде бізде бірінші сәтте общий бір тон аламыз. Общий бір тон аламыз. Ал енді біздің мына әр геометриялық фигурада өзіндік дүниелер бар. Мысалы ретінде мына домалақ дегеніміз бар. Ол домалақтың да өзі негізі мына басты мақсатында мынандай квадрат болып жиналады. Міне, мен сіздерге мына кішкентай түрінде сызатын болсам, мына квадрат ретінде ол жиналады. Бұның да осы жерде айтқан сияқты орталық линиялары бар. Бұның да өзіндік осевая линиясы бар. Осы осевая линия арқылы біздің мына жан жақты мына бетіміз бен мына бетіміздің бір екені, оның өзі бір домалақ. Содан кейінгісі мына үстіңгісі мен астыңғы жағы да бір домалақ екені бізге саналған кезде ғана біздің мына домалақтығымыз осы өрімінде шығады. Біз мына орталыққа сызатынымыз біздің мына ішкі арғы бет пен бергі бетті көру үшін бізде осы линиялар сызылады. Мына бергі жақ қаттырақ,
мына ар жағы ақынырақ кетеді. Бұл жерде тағы плановость деген нәрсе бар. Міне мен мына жерде қаттырақ сызып, ар жағын ақырындап сызам. Сол кезде біздің мына істелінген дүниеміздің, мына жасалынған осы тақырыптардың, мына фундаментіміздің нақты біліп отырсаңыздар, осы дөңгелекті салып шығуға болады. Сол сияқты әртүрлі қай геометриялық фигурада болсын, бізде основной мына жердегі жатқан бетістікті табу керек. Мысалы ретінде мына жерден келген перспектива болатын болса, мен сіздердің қазір көз алдарыңызда кішкене мына призма деген ол бізде ең геометриялық тақырыпта ең қиындау. Мысалы мынаның өзі квадрат, мына осевая линия. Бұның өзі берілген точкалары бар. Осы точка арқылы біз мына призманың бергі бетін жинап шығамыз. Сол сияқты перспективна мына параллельно мынаған да кетеді, астыңғы жағына да кетеді, үстіңгі жағына да кетеді. Енді әрине призманың өзінің жасалынған дүниесінде, оның мына басты мақсат мына жерден былай келген кезде, санаған, горизонталь вертикаль санаған кезде, біздің бергі бетіміз бер жақтан, мынау ішкі жағымыз мына жақтан келеді. Міне артық жерлерін өшіргішпен өшіріп отырамыз, бұның қызметі тек қана сол. Перспектива бұл жерде геометрияда ең басты мақсат. Өйткені перспективаны біз толығымен линияның бетін таппасақ, біздің мына геометриялық тондарымыз, геометриялық линияларымыз толық табылған болмайды. Бұл жерде ең басты мақсаты перспектива геометрияда. Әрине, содан кейінгісі оны мына пропорция ретінде бергі беті мен жанын бетіп санап отырмыз керек. Ол санайтынымыз мына қарындашты алысқа қолыңыздың ұзындығына дейін тартасыз. Сол көз мөлшеріңізбен бір көзіңізбен жұмып, екінші көзіңізбен қараған кезде бұның өзінің мына общий былай келгенін алып, содан екінші жағына түп-түзу ғып былай тастаймыз. Сонда мынауымыз қай бетке дейін келеді, сол жердің есепін біз деген мына жақтан алдық. Міне. Сол сияқты бұның қарындашты көбінесе өстіп алып, ұзыннан бітіп қойған. Ар жағында мына көз мөлшермен бұл қай жердіге тоқтады, сол жердің бәрін өтеміз. Мысалы геометриялық фигурада мына нүкте деген өте керек нәрсе. Бұл нүктені біз оқып жатқан балаларымызға да бәрін айтамыз. Мына нүктені қоя біліп, сіз өзіңіздің саналған нәрселеріңізді уже қозғалтпай істей алатыныңызды, сол нүктенің сізге керектігі екенін көрсетеді. Мысалы ретінде, міне, мына жерде енді біздің арғы перспективамызды бізге мына бұрышымыз табуымыз керек. Енді ол параллельно мына точкаға келіп тоқтайды. Сол сияқты мынаны арғы беттерді біз енді бұл жерде бізде 3D арқылы біз уже мына точкаларымызды қоя отырып, мына бергі жағынан ол параллельно келе береді, өйткені бұның перспективасы алыстай болып, мына созылған емес. Ол енді мынандай перспектива основной тақырыбы бір точкадан таралған болып келеді ғой. Мынау жолдың бетін сызатын болсақ, орталығы мынау жаны. Мына бергі жағы дәуірек, ар жағы кішірек. Енді бұл жерде біздің перспективамыз, ол мына жерден созатын болсақ, көп дегенде бір метрге дейін барған жерде точкада тоқтайды. Сол сияқты мына жерде геометриялық фигура. Основной мына суретшіде геометриялық фигураны тақырып, ең үлкен тақырып. Неге? Өйткені осы геометрия фигура арқылы біздің суретшілерінің фундаменті нақтыланып, толық осыны игере білсеңіз, сіздің суретке деген арғарай портрет, натюрморт, сонан кейін адам салу қасиеттері осы арқылыдан пайда болады. Бұл жерде неге? Өйткені бұл жерде перспектива да бар, пропорция да бар, санауымыздың пропорция деген, және плановость дегені бар. Мына бергіде қатты сызу, екінші жағын ақырын сызу арқылы біз мына бұрышты бергі қарай тартатынымызды көрсетеміз. Бірінші сабақта геометриялық фигураны бітірдік. Енді келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.